Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын, ауызда еритін тәтті тоқаш синнабонның жасалу жолын ұсынамын. Құрамына корица қосылатын, дәмі тіл үйіретін бұл синнабонды сіздер жасап көріңіз, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Керек заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Жылы сүтке қантты саламыз, тұзды саламыз. Келесі жасайтынымыз ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Сары майды құямыз. Бір дана жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Сонан соң пайдаланатынымыз електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Енді бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа қоямыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді ұнды сеуіп, оқтаумен жаямыз, немесе сәл қолмен басып, видеодағыдай бүктейміз. Қазір біз қамырды жайғанда шеттері түзу, әдемі болып шығады. Қамырдың қалыңдығы 1 см болатындай етіп жаямыз, ұнды көп сеппейміз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда бұйырса тағы да көптеген рецептер салатын боламын. Дайын болған қамырдың бетіне үй температурасына сары майды немесе ерітілген сары майды жағамыз. Барлық жеріне жұқалап жағып шығамыз. Мен әрдайым 82%-дан асатын сары майды қолданамын. Келесі жасайтынымыз корица мен қантты жақсылап араластырып, сары май жағылған қамырдың үстіне барлық жеріне жететін етіп сеуіп шығамыз. Келесі кезекте шетінен бастап рулет қылып ораймыз. Оралған рулетті тоқаштарға бөліп шығамыз. Тоқаштар түзу шығу үшін видеодағыдай қарапайым жіпті пайдаланамыз. Барлығын формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сары май жағып орналастырамыз. Тоқаштың араларын қатты жақындатпаймыз. Қазір піскен кезде көтеріліп, ісінеді, сол кезде жабысып қалуы мүмкін. Міндетті түрде алдын ала қызған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Енді біз помадканы дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біздің тоқаштарымыз толықтай пісті. Енді дайын болған помадканы, яғни кремді ыстық тоқаштардың бетіне жағып шығамыз. Тоқаштарды толықтай суытып, жей берсеңіздер болады. Мінекей достар, өте дәмді әрі жұмсақ, ауызда еритін синнабондар дайын. Дәмі тіл үйіретін тоқашты жемей, өкініп қалмаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.